Allah subhanahu wa ta'ala адам баласын бұл дүниеге жіберуден негізгі мақсат Құранда Allah subhanahu wa ta'ala айтқандай: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Яғни адамның негізгі дүниеге келудегі мақсаты, адамның мойнына жүктелген міндет бұл Раббысын танып, Раббысына иман келтіріп, Раббысына құлшылық жасап өту. Қазіргі ізденістер жүргізген ғұламалар айтады: егер деп бір адамның алдына бір мемлекетте, бір тілде, бір күнде жарық көретін басылымдарды әкеп жинап қоятын болса, оқып шығуына ондаған шақты жыл кетеді деді. Бір адамның алдына бір мемлекетте, бір күнде, бір тілде жарық көретін басылымдарды алып келетін болса, 10 шақты жыл кетеді оқуға деді. Бұл нені білдіреді? Басылымдардың көптігін білдіреді, салалардың көптігін білдіреді, тақырыптардың көптігін білдіреді. Адам қазір оқимын, ізденемін, қызығамын десе, салалар өте көп, тақырыптар өте көп. Кейбір адамдар болады ғой, кейбір адамдарды арабша раджул маусуа дейді. Яғни энциклопедия адам дейді. Энциклопедия адам. Ол адаммен сөйлесетін болсаң, қай тақырыпқа кірсең де, кез келген тақырыпта ойын білдіріп, кез келген тақырыпта мәселе қозғап, кез келген тақырыпта лекцияда оқи береді. Жан-жақты салаларды оқып тастаған. Адам тура солай ізденемін, оқимын десе, салалар өте көп, тақырыптар өте көп. Бұрындары, мысалы, бір ғылым, бір сала, бір тақырып болатын болса, қазір оның ішінде тағы да тармақтары, яғни сөйтіп тарап кете береді. Енді адам соның ішінен қайсысын таңдау керек? Тақырыптар өте көп екен. Әшейін бір күндік басылымдарды жинайтын болсақ, бірнеше жылдар кетеді екен оқып бітіруге. Соның ішінен қандай тақырыпты таңдау керек? Егер бір адамның емтиханы болатын болса, мысалы, бір аптадан кейін емтихан бар. Егер сол емтиханда жақсы тапсыратын болса, емтиханнан сүрінбей өтетін болса, алдынан көптеген мүмкіншіліктердің есігі ашылады. Көптеген жетістіктерге жетеді. Сол адамның үйінде емтихан тапсыру керек болған, бір аптадан кейін бөлме толы кітап. Бір бөлме толы кітап бар. Сол бөлме толы кітаптардың ішінде бір аптадан кейін болатын емтиханына қатысты бір-ақ кітап бар. Басқа кітап жоқ. Егер бұл адам ақыл иесі болатын болса, басқа бөлме толып тұрған кітаптардың барлығын бір шетке ысырып қойып, өзіне керекті бір ғана кітапты алып оқиды. Неге? Себебі ертең содан сұралады. Және сондай-ақ емтиханда сүрінбей өту үшін тақырыпты, берілген, сұралатын тақырыпты оқуға мүмкіндік бар кезде оқу керек. Оқуға мүмкіндік бар кезде оқу керек. Бүгін емтиханға 1 сағат қалды. 1 сағат қалған кезде кітапты ашып, оқып, жаттап аламын дейтін болса, бұл адам қателеседі. Мүмкіндік ода жоқ. Яғни бір адам, мысалы, оқуға барады, 4 жыл бойы университетте оқымай жүреді, соңғы 1 айда 4 жыл бойы оқымағанның барлығын оқып жинап аламын десе, бұл адам қателеседі, бұл адам адасады. Енді бұл дүниеде адамның іздеу керек болған, табу керек болған тақырыбын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап берді. Ең маңызды тақырып адамның үйренуі керек болған, білуі керек болған, жаттауы керек болған, бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген тақырып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде адамға ең маңызды болған тақырыпты баяндап берді. Ол қай хадис? Ертең қабірге қойылған кезде екі періштенің келіп сұрақ қоятын хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адам баласы қабірге қойылғаннан кейін
келіп жерлегендер бұрылып кеткеннен кейін екі періште келеді дейді, Мүнкар мен Накир. Қайтыс болған адам, жерленген адамды отырғызып, оған 3 сұрақ қояды деді. Соның ішіндегі ең бірінші сұрағы «Мән раббук?» Раббың кім деген сұрақ. Адам ертең қабірге қойылған кезде ең маңызды болған сұрақтан сұралады. Ең маңызды болған мәселеден, ең маңызды болған тақырыптан сұралады. Ол Раббың кім деген тақырып. Яғни адамның бұл дүниедегі ең бірінші үйренуі керек болған, ізденуі керек болған тақырып бұл Раббысын тану тақырыбы, Алланы тану. Адамның дүниеге келуден негізгі мақсат сол. Басқа тақырыптардың барлығын біл, оқы, жаттап ал, профессор бол, ғалым бол. Бірақ Алланы танымасаң, жаратушыңды танымасаң, қабірде қойылатын екінші, үшінші сұрақ, пайғамбарыңды, дініңді танымасаң, онда өмірің бәрі зая кетіпті. Ертең Алла Субханала Тағала сенің ғылыми атағыңды сұрамайды, сенің басқа да жетістіктерің емес, ең бірінші Раббыңды таныдың ба? Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім? Адамға бірінші қойылатын сұрақ осы. Сол үшін де адам баласы бұл сұрақтарға жауапты әлгі емтиханға дайындалатын адам секілді уақыт бар кезде іздену керек, дайындалу керек, оқу керек, жаттау керек, соның жүрегіне бекіту керек, және соған жараса амал жасау керек. Әлгі емтихан тапсыратын адам емтиханға жарты сағат, 1 сағат қалған кезде оқып бітіріп аламын десе қателеседі. Яғни адам емтиханнан сүрінбей өту үшін 2 шарты бар екен. Біріншісі емтиханға қатысты тақырыпқа дайындалу, екіншісі мүмкіндікке берілген уақытта дайындалу. Мүмкіндікке берілген уақытта дайындалу. Раббысын танымай, бұл дүниеге келгендегі негізгі мақсатын, міндетін орындамай жүрген адамдар да ертең қаласын, қаламасын Раббысын таниды. Аллаға иман келтірмей жүрген адам, Аллаға бойұсынбай жүрген адам да ертең қаласын, қаламасын ақиқатты біледі, ақиқатты мойындайды. Құранда Алла Субханала Тағала «Ваджаат сакратул маути бил хақ». Өлім ақиқатты алып келді деді. Өлім ақиқатты алып келді. Өлім сағаты келген кезде, яғни емтиханның уақыты келген кезде, емтихан сағаты келген кезде адам ақиқатты көреді. Бұл дүниеде сенбей жүрдің, бұл дүниеде мойынсұнбай жүрдің, бұл дүниеде көңіл бөлмей жүрдің. Бірақ ертең өлім періштесі келген кезде, өлім сағаты келген кезде мойындамай, көңіл бөлмей жүрген нәрсеңді мойындайсың. Алла Субханала Тағала «Ваджаат сакратул маути бил хақ». Өлім ақиқатты алып келді деді. Өлім ақиқатты алып келді. Адам Алла Субханала Тағалаға иман келтіруге бұйырылды. Алланы тануға бұйырылды. Алла Субханала Тағалаға иман келтіру деген бұл ғайыпқа иман келтіру. Ғайыпқа иман келтіру. Құранда Алла Субханала Тағала мұъмин адамның бірінші сипатын «Аллазина юъминуна бил ғайб». Олар ғайыпқа иман келтіреді деді. Ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып деген яғни біз көрмеген, сезбеген нәрсе. Адам Алла Субханала Тағалаға сол кезде, Алла Субханала Тағала ол үшін ғайып болып тұрған кезде иман келтіруге бұйырылды. Бір ислам ғалымы пайғамбарды сипаттап береді. Пайғамбарды сипаттаған кезде ол кісі айтады: пайғамбар деді, таудың шыңында отырған адам сияқты деді. Таудың шыңында, таудың төбесіне шығып алып отыр. Біз таудың бергі бетіндеміз, пайғамбар таудың үстінде басында отырып, таудың арғы бетінде мынандай дүние бар, мынандай нәрселер бар деп хабар беріп жатыр. Біздің міндетіміз пайғамбардың сөзін растау. Көрмей тұрмыз, таудың артында сол нәрсе бар ма, жоқ па? Пайғамбарға сендің ба, сөзін растайсың. Пайғамбарға сенген жоқсың ба, сөзін растамайсың. Осы жерде иман келтіруші мен сенуші мен сенбеуші айырылады. Екеуі ажырайды. Ал бірақ пайғамбар отырған тауды Алла Субханала Тағала алып тастаса, тау алынғаннан кейін артында тұрған нәрсенің, пайғамбардың айтып жатқан нәрсесі барлық адамдарға көрінген кезде
Сенесің ба, сенбесің ба, ешқандай айырмашылық болмай қалады. Ол кезде айырмашылық жоқ. Неге себеп? Болды, көрініп тұр ақиқат. Яғни ғайып бұл жерде ғайып болмай қалды. Ғайып болмай қалған кезде иман келтірудің пайдасы жоқ. Сол үшін де адамның өлім сағаты келген кездегі иманының пайдасы жоқ. Өлім сағаты келген кезде Фирауын да иман келтірді. Суға батып бара жатқан кезде бірінші судың ашылғанын көрді. Мынау су мен үшін ашылып тұр деді, иман келтірмей. Тәкаппарлықпен әскерімен бірге кіріп кеткен кезде Алла субханала тағала суды қосып жіберді. Сөйтіп өлетініне анық көз жеткен кезде Аманту аннаху ла илаха иллаллази аманат бихи бану Исраил. Исраил ұрпақтары иман келтірген Тәңірден, Құдайдан басқа Тәңірдің жоқтығына мен де иман келтірдім деді. Иман келтірді. Сендім деп жатыр. Алла субханала тағала бірақ оның иманын қабыл еткен жоқ. Неге себеп? Ол тура емтиханның алдында, емтиханға кіретін есіктің алдында тұрып, емтиханға дайындалып жатқан адам сияқты. Ақиқат екенін көрді, Алланың бар екенін көрді. Яғни ол үшін ғайып болмай қалған кезде иман келтірдім деген сөздің пайдасы жоқ. Біз қазір мойындамай жүрген нәрсені барлығын ертең өлім төсегінде жатқан кезде мойындаймыз. Алла субханала тағала فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ деді. Өлім төсегінде жатқан адамға біз сенің көз алдынан пердені алып тастадық деді. Әлгі ғайып болып тұрған, яғни ақиқатты ғайып етіп тұрған перде көз алдынан алынды. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Бүгін сенің көзің өткір деді. Басқалар көрмей тұрған нәрсені өлім төсегінде жатқан адам көреді. Allah subhanahu wa ta'ala Құран кәрімде فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ қашан рух хүлқумға, яғни алқымға келген кезде وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ сендер оған қарап тұрасыңдар деді. Адамға, жаны шығып бара жатқан адамға қарап тұрасың, жанында тұрасың. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ сен жанында тұрсың, бірақ Алла субханала тағала біз сенен оған жақынбыз деді. Біз сенен оған жақынбыз. Жаны алынып жатыр. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ егер сол нәрсе біздің басымызға жетпейді деп ойласаңдар, бұл нәрсеге сенбесеңдер, онда қолдарынан келсе қайтарып алыңдар деді. Адам қайтарып аламайды. Ол жерде дәрігер де басқасы да пайда бермейді. Адам өлім төсегінде жатыр, перде алынып тасталынды, ақиқатты көрді, бірақ көргеннен кейінгі сенудің пайдасы жоқ. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туқбалу таубатул абди ма лам юғарғир. Адам баласының тәубесі жан алқымға келмей тұрып қабыл етіледі деді. Ғұламаларымыз, яғни өлім анық екендігі, өлімнің анық екендігіне, өлім сағаты келгендігіне көзі жеткеннен кейін тәубе қабыл болмайды деді. Тәубе қабыл болмайды. Сол үшін де адам бұл дүниеде сол сәт келмей тұрып, ғайып, әшкере, ақиқат болып қалмай тұрып, Алла субханала тағалаға иман келтіру керек. Ең маңызды тақырып осы. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Ғұламаларымыздың тәфсирлерінің бірі әйли ярифун, яғни мені танып маған иман келтіру үшін деді. Адамның негізгі міндеті Раббысын тануы. Қайдан келді, не үшін келді, қайда бара жатыр, осы сұрақтарға жауап іздеу. Осы сұрақтарға жауап алғаннан кейін сол бойынша өмір сүру. Құранда Алла субханала тағала фа'алам аннаху ла илаха иллаллах. Алладан басқа жалынуға, жалбарынуға, көмек, жәрдем сұрауға, пайда зиянды күтуге лайық ешқандай тәңір жоқ деді. Алладан басқа. Бұл жерде араб тіліндегі сөзі и'алам деді. И'алам яғни ілім деген сөзден, илім деген сөзден шығып тұр. Яғни сол білімді үйрен деп жатыр. Сол білімді үйрен. Алла субханала тағаланың жалғыз екендігін үйрен деп Алла субханала тағала бізге бұйырып жатыр. Бұл адамның бұл дүниедегі негізгі
міндеті, негізгі мақсаты. Алла субханала тағаланы тану. Неге? Себебі ертең қияметтегі адамның құтылуы, құтылмауы, тозақы болуы, жәннаты болуы тікелей осы тақырыпқа байланысты. Осы тақырыпқа жауап бере алдың, иншалла жағдайың ары қарай жақсы болады. Бұл тақырыпқа жауап бере алмадың ба, бұл сұрақтан сүріндің ба, онда басқасы одан да қиын болады. Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Әл-ғина вәл-фақру бa'дал арди алаллах деді. Шынайы байлық, шынайы кедейлік, шынайы бақыт, шынайы бақытсыздық ертең Алланың алдындағы есеп хисаптан кейін, Алланың алдындағы есеп беруден кейін болады деді. Сол кезде Алла субханала тағаланың алдындағы сұрақтан, сынақтан сүрінбей өткен адамды міне шынайы бай адам, шынайы бақытты адам, шынайы жақсы адам деп айтуға болады. Ал қазіргі уақытша дүние, уақытша бақыт, уақытша байлық, бұның барлығы ертең жоқ болатын нәрсе. Құранда Алла субханала тағала فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Кімде-кім тозақтан ұзақтатылып жәннатқа кіргізілетін болса, міне осы адам шынайы жеңістікке қол жеткізді деді. Шынайы жеңістікке қол жеткізу бұл ертең Алланың алдындағы есеп хисаптан кейін, тозақтан ұзақтатылып жәннатқа кіргізілгеннен кейін болады. Ал жәннаттың кілті бұл ең бірінші ла илаха иллаллаху Мұхаммад Расулуллах. Яғни Алла субханала тағаланы тану, Аллаға иман келтіру, Алланың жіберген пайғамбарын тану, Алла субханала тағаланың пайғамбары елшісі алып келген дінді үйрену. Осы негізгі тақырып, негізгі міндет. Осыдан иншалла ертең қиямет қабірге барған кезде бірінші сұралатын тақырыбымыз осы. Сол үшін де адам өміріндегі алдынан кездесіп жатқан тақырыптардың барлығының ішінен ең маңызды тақырыпты табу керек, ол Раббысын тану тақырыбы. Біздің мұсылмандардың қазіргі проблемамыз бұл Раббымызды танымай тұрып, дұрыс танымай тұрып, Раббымыздың бұйрықтарымен таныстық. Раббымыздың бұйрықтарымен таныстық, бірақ Раббымыздың өзін дұрыс таныған жоқпыз. Адам бұйрықтың иесін дұрыс танымаса, бұйрықтың иесін дұрыс білмесе, бұйрыққа бағынбайды, бағынғысы келмейді. Мысалы, сізге біреу хат әкеп берді. Ішінде тапсырмалар бар. 1, 2, 3, 4, 5 міндеттер жүктелген. Кімнен екенін білмейсің. Кімнен екенін білмейсің. Мөр жоқ, қол жоқ. Әлгі міндеттерді орындаған келе ме? Орындаған келмейді. Ал енді саған айтты. Бұл пәленшеден деді. Яғни өзің деңгейіңдегі адам. Немесе анау, білесің бе, ана жерде көше сыпыратын адам бар ғой, сол саған жазып жіберді десе, сен аласың да оны мыжып тастай саласың. Неге? Себебі ол адамның жүрегінде деңгейі бар өзі. Сенің жүрегінде ол адамның деңгейі бар. Деңгейі оған сені бағындыратын деңгей емес. Біз қазіргі таңда мұсылмандар Алла субханала тағаланың бұйрықтарын білеміз. Қазір намаздың парыз екендігін, оразаның парыз екендігін, зекет беру керектігін, қажылыққа бару керектігін шамасы жеткен кезде бұны білмейтін мұсылман кемде-кем. Арақтың харам екендігін, зинаның харам екендігін, рибаның харам екендігін білмейтін мұсылман кемде-кем. Бірақ қанша адам сол біліп жүрген нәрсесіне, сол бұйрықтарға амал етіп жатыр. Не үшін амал етпей жатыр? Біліп тұр ғой. Ақиретке сенесің бе десең, иә сенемін дейді. Ертең жаннат тозақтың бар екеніне сенесің бе десең, иә сенемін дейді. Алланың бар екеніне сенесің бе десем, сенемін дейді. А неге онда амал етпесің? Негізгі басты проблема бұл Раббымызды дұрыс танымауымызда. Раббымызды дұрыс танымағандықтан да біздің жүрегіміздегі Алланың ұлықтығын сезіну, бізді сол бұйрықтарды орындататын деңгейде емес.
Егер жүрегімізде Алла Субханала Тағаланы, Алланың ұлықтығына лайықты ұлықтайтын болсақ, Алла Субханала Тағаланың ұлықтығына лайықты Алланың орны болатын болса жүрегімізден, онда біз сол бұйрықтарды орындауда бүкіл дүниемізді құрбан етуге дайын тұрар едік. Әлгі хат әкеп берген адамға мынаны орында деп, хат егер патшадан келетін болса, хат егер әкімнен келетін болса, әкімнің қолы тұр, мөрі тұр. Бұл адам біледі патшаның кім екендігін, әкімнің кім екендігін. Қалтырап, дірілдеп жүр, соның бәрін істейді. Неге? Себебі оның кім екендігін біледі, жүрегінде сезіп тұр. Адам Алла Субханала Тағаланы таныса, Алланы жақсы көрмеуі, Аллаға махаббат қоймауы мүмкін емес. Алланы шынайы таныған адам міндетті түрде Алланы жақсы көреді. Ал Алланы жақсы көрген адамның Аллаға бағынбауы мүмкін емес. Алла Субханала Тағала бағынған адамның бақытсыз болуы мүмкін емес. Ол адам міндетті түрде бақытты болады. Сол үшін де ғұламаларымыз құлшылық не деген кезде, құлшылық әл-ибадату таатун тауия деді. Таатун тауия, яғни ерікті бағыну деді. Құлшылық деген ерікті бағыну, тасбиқуха ма'рифатун яқиния туфди иля саадатин абадия деді. Ерікті бағыну, одан алдын анық білім келеді деді. Анық білім келеді, туфди иля саадатин абадия, мәңгілік бақытқа жеткізеді деді. Яғни, құлшылық деген бұл бірінші анық білім, ол білім Алланы тану білімі. Адам Алланы танығаннан кейін, Алланың ұлықтығын сезінгеннен кейін, әрбір іс әрекетінде, әрбір жүріс тұрысында, әрбір шығып жатқан демінде, әрбір кірпік қағуында, барлық нәрседе Аллаға мұқтаж екендігін, бір қас қағым сәтке де Аллаға мұқтаж болудан шығып кете алмайтындығын сезінген кезде, бұл адам міндетті түрде Алланы жақсы көреді, міндетті түрде Аллаға бағынады. Яғни бірінші анық білім дейді. Анық білім пайда болғаннан кейін адамда одан кейін ерікті бағыну келеді. Адам ерікті түрде бағынады. Сізді біреу зорлап жатыр ма намаз оқы деп? Орамал тартып әуретін жауып жүрген қарындасымызды біреу зорлап жатыр ма соны? Орамалын тақпа деп. Керісінше орамалының басына біреу шешем десе, жоқ шешпе деді. Неге? Себебі ол Алланың, Раббысының бұйрығы екендігін біледі. Ал Раббысының кем екендігін біледі. Яғни, адам Алла Субханала Тағаланы шынайы таныған кезде, бұл адам міндетті түрде Аллаға бағынады. Ал Алла Субханала Тағала бағынғаннан кейін адам бақытты болады. Екі дүниеде бақытты болады. Ма анзална алейкал Құр'ана литашқа. Құранда Алла Субханала Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға біз саған Құранды бақытсыз болуың үшін түсірген жоқпыз деді. Бұл адам екі дүниеде бақытты болады. Бұл дүниеде бақытты болады, және ертең иншалла ахиретте бақытты болады. Сол үшін де біз Алла Субханала Тағаланы тануымыз керек. Алланың бұйрықтарын танудан алдын бірінші Алланың өзін, сол бұйрықтың иесі кім екендігін тануымыз керек. Бізде өкінішке орай сол бұйрықтың иесі кім деген сұрақтың жауабы жүрегімізде толық емес. Алланың ұлықтығын сезінбейміз. Қанша Алланың бұйрығына бағынбай жүрген адамдар жай бір пенденің басшысының алдында, мысалы, ол құрдай жорғалайды. Ол алдында, қазіргі заманауи тілмен айтатын болсақ, музыкасыз билеп береді. Неге? Себебі қорқады. Содан қорқады, рызқын содан күтеді, оған бір пайданың, зиянның келуін содан деп біледі. Яғни жүрегінде сол адамға деген ұлықтау бар. Бірақ сол ұлықтау Алла Субханала Тағалаға жоқ. Сол үшін де оның жүрегіндегі Аллаға деген сенімі, Аллаға бағынуына, бойұсынуына оны жеткізе алмай жатыр. Бұл білім әлбетте бұл Алла Субханала Тағаланы таныстыратын, Алланың ұлықтығын үйрететін
Білім адамдағы ислам мен ихсанды байланыстыратын білім. Ислам мен иманды байланыстыратын білім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жибрил алейхиссалам келіп үш сұрақ қойды. Иман не, ислам не, ихсан не деген сұрақ қойды. Иман Аллаға иман келтіру, періштелеріне, пайғамбарларына, кітаптарына, тағдырға, қияметке иман келтіру. Иманды барлығымыз білеміз. Көптеген әлі басы сәждеге тимеген адамдарда иманды біледі. Алланың бар екенін, бір екенін білесің бе десе, иә білемін дейді. Ахиреттің бар екенін білесің бе десең, иә білемін дейді. Мынау Құран Алланың кітабы екенін білесің ғой десем, иә білемін ғой, енді сол Алланың кітабы деп, осыны оқылса сауабы жетеді деп, ертең ахиреттің бар екенін біліп, мен ата-бабама Құран оқытып жатқан жоқпын ба дейді. Ата-бабасына Құран оқытып жатыр. Неге? Себебі ертең ахиреттің бар екенін біледі, соларға сауабы жетсе дейді. Бірақ неге өзі соған амал етпей жатыр? Сеніп тұрсың ғой. Иман бар. Енді екінші мәселе бұл ислам бар. Ислам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам бірінші Аллаға иман келтіру, шахадат, одан кейін намаз, ораза, зекет, қажылық, яғни амалдар. Және одан басқа да Алланың бұйрықтары. Бұл ислам. Ислам яғни истислам, бойұсыну. Иман бар, сену, истислам бар, бойұсыну. Сен иман келтірдің ба, сендің ба, енді сол сеніміңді амалға айналдыруың керек. Бірақ неге иман мен ислам байланыспай тұр? Неге адамдарда иман мен ислам байланыспай тұр? Себебі ихсан жоқ. Ихсан осы екеуін байланыстыратын дүние. Осы екеуін байланыстырып береді. Иманыңды исламмен байланыстырып беретін дүние бұл ихсан. Ихсан не деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ан та'будаллаха кааннака тарах. Алла субханаху ва тағаланы танып тұрғандай құлшылық жасауың деді. Фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Көріп тұрмаған болсаң, онда Алла субханаху ва тағала сені көріп тұр деді. Яғни бұл Алланың бақылап тұрғанын, Алла субханаху ва тағаланың сені көріп, естіп тұрғанын сезіну. Ғұламаларымыз ихсан білімі бұл мурақабатуллах, яғни Алланың бақылап тұрғанын, әрдайым Алланың бақылауында екенін адамның сезіну білімі деді. Үйіңізде болсаңыз, мысалы үйіңізде отырсыз, шалқайып жатсыз, үйіңізге қонақ келді, немесе бір жерде отырсыз, сәл қисайып отырсыз, үлкендеу адам кіріп келді. Сіз отырысыңызды дұрыстайсыз. Үйіңізде шалқайып жатқан кезде, қонақ кірген кезде шалқайып жатпайсыз. Неге? Себебі оны көріп тұрған сезіп тұрсыз. Көріп тұр сізді, жаныңызда тұр. Енді Алла субханаху ва тағала көріп тұр, бірақ намазыңды оқымайсың. Алла субханаху ва тағала көріп тұр, сезіп тұр, бірақ харамды жасап жатсың. Алла субханаху ва тағала көріп тұр, естіп тұр, біліп тұр, арағыңды ішіп жатсың, зинаңды жасап жатсың. Неге адам жай бір бала кіріп қалса, бір кісі кіріп қалса, бір адам кіріп қалса, іс әрекетін дұрыстайды, бірақ Алла субханаху ва тағаланың көріп тұрғанын біледі, бірақ амалын дұрыстамайды. Ода себебі Алла бақылап тұр деген сезім ода әлсіз. Алла бақылап тұр деген сезім ол адамда әлсіз. Ғұламаларымыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жауабын екі деңгейге бөледі. Ан та'будаллаха кааннака тарах. Алла субханаху ва тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың дегенде бұны бірінші деңгей дейді. Бірінші деңгей. Бірінші деңгей Алла субханаху ва тағаланың алдында тұрғандай өзіңді сезінуің. Яғни сіз патшаның қабылдауына кірдіңіз. Патшаның алдында тұрсыз. Адамдар патшаның алдына кірген кезде дірілдейді, қорқады. Бір сөзді артық айтып қоймайын, мына жерде көңіліне жақпайтын сөз айтып қоймайын, бір артық іс әрекет жасап қоймауға тырысады. Әрбір сөзін ұғып отыруға әрекет жасайды, жан-жағына жалтақтамайды. Оның мысалы қабылдау бөлмесінде
оформлениесі қандай екенін де ол байқамай қалады. Неге? Себебі ойының барлығы сол қорқып тұр, алдында дірілдеп тұр. Оның шыққаннан кейін оформлениесі қандай екен, қандай картинка ілінулі тұр екен десең, білмеймін деді. Оны қарауға менде мұрша, ондай менде жағдай болған жоқ деді. Неге? Себебі ол сезініп тұр патшаның алдында тұрғанын. Яғни бірінші деңгей осы деңгей деді. Егер көріп тұрмаған болсаң деді Пайғамбар саллаллаху алейхи, онда Алла субханала тағала сені көріп тұр деді. Яғни сен Алла субханала тағаланы мен көріп тұрмын, Алланың алдында тұрмын деген деңгейде өмір сүре алмасаң, онда одан төменгі деңгей бар, ол Алла мені көріп тұр деген деңгейде өмір сүру деді. Яғни әлгі адам патшаның қабылдауына кірген жоқ, тікелей қабылдауына кірген жоқ, бірақ оны бір бөлмеге отырғызып қойды да, міне көріп тұрсың ба мына бейне камераны? Иә. Осы бейне камера арқылы, бақылау камерасы арқылы патша сені көріп отыр қазір бөлмесінде отырып деді. Бұл адамның сезімі тура алдында отырғандай, қабылдауында отырғандай болмайды әлбетте. Неге? Себебі тура алдында тұрған жоқ. Бірақ анау камера арқылы бақылап тұр ғой деп, артық іс-әрекет жасамайды, тыныш отырады. Неге? Себебі көріп тұр деген ода сезім бар. Яғни бұл екінші деңгей. Адам бірінші деңгейге жете алмаса, онда екінші деңгейде өмір сүруі керек. Бұл әрбір іс-әрекетте. Пайғамбар саллаллаху алейхи құлшылық жасағанында деп, ғұламаларымыз құлшылықта да және басқа барлық іс-әрекетінде Алла субханала тағаланы көріп тұрғандай өмір сүруің. Жалпы барлық іс-әрекетінде. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, осы ихсан білімінде, егер сен деді, бір күнә істеп жатқан кезде Алла мені көріп тұрған жоқ деп ойласаң деді, онда сен кәпірсің деді. Сен кәпірсің деді, егер Алла мені көріп тұрған жоқ деп ойласаң. Ал егер Алла мені көріп тұр деп сеніп тұрып істесең, онда сен қандай ұятсызсың деді. Қандай ұятсызсың деді. Неге? Себебі көріп тұр сені, бақылап тұр, біліп тұр. Бірақ біліп көріп тұрғанын біле тұра сол іс-әрекетке барып жатсың. Бір жақсы сыйлайтын досың бар, намаз оқиды. Егер сол білсе, одан ұяласың. Сол жаныңда болса, ол іс-әрекетке бармайсың. Неге? Себебі одан ұяласың, оны құрметтейсің. Мүмкін сенің ол бастығың болар. Бастығы намазхан болған адам жұмысына ешқашан аузынан арақ сасып бармайды. Ол оның көзінше темекісін шекпейді. Неге? Себебі ертең ол намаз оқитын адам ұнатпайды, ертең жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Ал енді Алла субханала тағала көріп тұр ғой. Алла субханала тағала бақылап тұр. Яғни адам осы сезіммен өмір сүруі керек. Әрдайым Алла субханала тағала мені көріп тұр, бақылап тұр деген сезімде, осы сезім адамда күшейген кезде әлгі иманы мен исламы байланысады. Сол кезде жүректегі иман амалға айналады. Адамның жүрегіндегі иманы сол кезде амалға айналып, ол адам міндетті түрде сәждеге құлайды. Ол адам міндетті түрде Алла субханала тағалаға құлшылығын жасайды. Яғни адам бірінші Алла субханала тағаланы тануы керек. Бұл бірінші сұраққа жауап. Алла субханала тағаланы таныған кезде, тану деген ол тек қана оның Алла бар екен, бір екен білуіміз, сол сезімнің Алланың көруші, естуші, бақылап тұрғандығы, әрбір іс-әрекетінде Аллаға мұқтаж екендігіңді, сол білім сезімге айналып, адамның жүрегіне сіңіп кету керек. Адамның жүрегіне сіңіп кеткен кезде ол амалға айналады. Қанша профессорлер бар, бір сағат бойы темекінің зияны туралы лекция оқиды. Бірақ университеттен шығып қарасаң, өзі темекі шегіп тұрады. Біліп тұр ғой, оның зиянын өзі айтып тұр, лекция оқып тұр, оның қалай болатындығын, зияны қалай болатындығын. Бірақ өзі шығады да соны шегіп тұрады. Неге? Себебі оныңкі құрғақ мәлімет. Құрғақ мәлімет. Бір намазхан жігіт айтқан еді, субханалла, намазды бастадым, тастай алмай жүрген осы темекіні де тастадым, бильярдтан шықпайтын едім, бильярдты да тастадым, бильярдқа кіріп алған кезде ол күнде пивасын ішеді, оны да тастадым деді, альхамдулилля деді. Болмасам одан алдын маған достарым
кезінде шыққан кітап бар, арақ, темекі және басқа да зиян заттар деген кітап шыққан. Басқа тілден аударылып, ішінде оның харам екендігі және одан кейін медицина тұрғысынан оның зияндарын баяндап берген. Сол кітапты темекі шегіп отырып оқығам деді. Кезінде темекі шегіп отырып, арақ және темекі және басқа да зиян заттар деген кітапты сон темекіні шегіп отырып оқып қарап шыққан деді. Бірақ намаз бастап, Алла Субхана Тағала ұлықтығын сезінген кезде, ол нәрселердің шариғатымызға сай емес екенін білген кезде, ол адам тастады. Яғни, ихсан сезімі күшейген кезде, адамның иманы мен исламы байланыс табады. Сол үшін де адам ең бірінші бұл Алла Субхана Тағаланы дұрыс тануы керек. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды дұрыс тануы керек. Екіншісі қойылатын сұрақ: сендерге келген адам жайында не дейсің деді. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Не пайғамбарың кім, пайғамбар туралы не дейсің деген сұрақ. Адам пайғамбарын екінші білуі керек. Пайғамбарын білуі керек. Пайғамбарын тек қана білуі емес, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды өзімізден де, ата-анамыздан да барлығынан артық жақсы көруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір күні Умар радиаллаху анху айтты: "Я Расулаллах, мен сені ата-анамнан да, бала-шағамнан да, бүкіл дүниеден де артық жақсы көрем, илля нафси" деді. Бірақ өзімді сенен артық жақсы көрем деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Жоқ" деді. "Сенің иманың әлі кәміл болған жоқ" деді. Кейін Умар радиаллаху анху сәл кідіріп тұрды да ойға кетті. Одан кейін ойланып болды да: "Жоқ, сені өзінен де артық жақсы көрем" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Әл-ана я Умар, міне Умар, қазір сенің иманың кәміл болды" деді. Кейін Умар радиаллаху анхудан сұраған кезде: "Аз ғана уақыт алдым, өзімді артық жақсы көрем деп тұр едің. Қалайша азғандай уақытта пайғамбарымызды өзінен артық жақсы көріп кеттім" деген кезде бір сәтке ойландым деді. Пайғамбар келмеген кезде мен кім едім деді. Пайғамбар келмеген кезде Умар радиаллаху анху өзінің қызын тірідей көмген адам еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам келмей тұрып, адамдар Омардың есегі исламға келсе де, Омардың өзі исламға келмейді дейтін адам еді. Адамдар солай айтқан еді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның келуімен, исламды қабылдауымен, ақиқатты табуымен әділдікте қияметке дейін мысал болып қалған адам болды. Қазірге дейін Омар радиаллаху анху былай деген, Омар радиаллаху анху былай істеген, Омар деп Омар радиаллаху анхудың әділдігін мақтан етеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан кейінгі абзалды екінші адамға айналды. Оның барлығы сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның келуімен. Мен соны бір сәтке ойландым деді. Мен кім едім? Қандай жолда жүрген едім? Ертең қияметте күнәларымызға батып қиналып жатқан кезде де Алланың алдында шапағатшы болатын, кейін тағы да шапағатшы болатын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның шапағаттарының бір түрі бұл жәннаттың ішіндегі төменгі дәрежедегі адамдарды жоғарғы дәрежеге көтеруге шапағат ету. Бұл да шапағаттың бір түрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның. Яғни біз бұл дүниеде Пайғамбарымыз арқылы ақиқат таптық. Ертең ақиретте де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға мұқтажбыз. Пайғамбар болмаса мен кім едім деп бір сәтте ойландым да, пайғамбарды өзімнен артық жақсы көруім керек екендігін білдім деді, сездім деді сол жерде. Сол жерде пайғамбарымызға деген махаббаты оянып, мен сені өзімнен де артық жақсы көрем деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды таныған адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сирасын оқыған адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өмірбаянын жақсылап оқыған адам міндетті түрде пайғамбарымызды жақсы көреді. Пайғамбарымызды міндетті түрде жақсы көреді. Бірақ өкінішке орай кейде мұсылмандар басқа бір адамдардың тарихын пайғамбарымыздың тарихынан жақсы біледі. Қанша жігіттер бар, мысалы, мен бір жігіт танитын едім. Футбол тарихының қарысы.
10 қарағатымен ижазасын алып тастаған. Yani қай жылы басталған футбол? Бірінші қандай командалар ойнады? Мынандай жылы, мынандай қалада ойналған кезде мынанша гол салынды. Мынау, ана ойыншылар, оның әрқайсысының айлығы, қай жылы, қай клубқа келді, одан қай клуб, қай жылы сатып алды, қанша ақшаға сатып алды. Енді субханалла, яғни анау кәдімгі ана көрген кезде бір жай жер бетінде жүрген бір футболдың өзі деп ойлайсың ана. Яғни бізде кейде өкінішке орай сондай басқа нәрселерді, басқа адамдарды білеміз, бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дұрыс танымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дұрыс танымаймыз. Біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тануымыз керек, себебі ертең Пайғамбарымыздан да сұраламыз. Ертең Пайғамбарың кім деген сұрақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға еруіміз керек. Еру үшін кімге еріп жатқанын білуің керек қой. Кімге еріп жатсың сен? Алла субханала тағала Құран кәрімде «Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни». Айт ей Мұхаммад, егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деді. Кім Алланы жақсы көрмейді деді? Барлығымыз айтамыз Алланы жақсы көремін деп. Бірақ маңыздысы біздің Алланы жақсы көреміз деуіміз емес, Алланың бізді жақсы көруі. Оның шарты фаттабиуни, маған еріңдер деп жатыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға еру арқылы біз Алланың махаббатына қол жеткіземіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды танып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сүйгеннен кейін адам Пайғамбарымызға ереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ереді. Иннал мухибба лиман юхиббу мути'у. Арабтар айтады, кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады деді. Кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады. Яғни сіз біреуді жақсы көрсеңіз, сол адамды ренжітіп алмауға тырысасыз, соның қас-қабағына қарайсыз. Ертең адам ойлану керек қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хауыздың жанында мен үмметімді күтемін деді. Сол кезде адамдар бара жатқан кезде періштелер адамдарды қуа бастайды деді. Сол қуып жатқан кезде қуылғандардың ішінде болып қалам ба, болып қалмайым ба деп ойлану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмметі, олар менің үмметім ғой деген кезде періштелер айтады, сен білесің ба ол не істеді деді. Оның қалай болғанын, қалай жүргенін сен білмейсің ғой деді. Яғни ол бұл жерде сенің қолыңнан су ішуге лайық емес деді. Бір ғалымның жақсы келтірген мысалы бар. Бір кішкене мақаласы бар. Мақалада емес, бір аз ғана әңгіме етіп жазған Мәнет тарих деген. Кім есікті қағып тұр деген. Есікті қағып тұрған кім деген. Бұл қыз баласына арнап жазған. Бірақ жалпы ер адам да барлығы одан үлгі алуы керек. Айтады, қыз баласына арнап, қарындасым, ойлап қарашы, сен үйіңде отырсың деп. Үйіңде отырған кезіңде есігіңді біреу тақылдатты. Есігіңді қақты. Барып қарасаң, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екен деп есігін тақылдатып тұрған. Қуанып кеттің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі маған келіп тұр, мені үйіме келіп тұр деп, сенің қуанышыңда шек жоқ, қатты қуанып жатсың деді. Есікті бірден ашайын деп жатыр ең, ана бөлмеден шығып тұрған музыканың дауысы есіңе түсті деді. Қой бірден кіріп келсе ұят болар дедім де, жүгіріп барып музыканы өшірдім деді. Аласұрып жүгіріп келе жатсың. Келе жатқан кезде анау бетіңдегі шимақтарың, бояп тастаған бана тырнақтарың есіңе түсті деді. Әлі есік тақылдап тұр. Жүгіріп бардың да, оны алып тастайын деп, әлгі тырнақтарыңды алып жатсың, қасыңды алып жатсың, бетін бояғанын өшіріп жатсың. Сөйтіп, қайтадан жүгірдің деді. Ана журналдар есіңе түсті де, қайтадан ананы жинап қоян, жасырып қоян деді. Әлі тақылдатып тұр деді. Сөйтіп, барлығын дұрыстап, келіп есікті ашсаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Қарасаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Сенің қазіргі жағдайың, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп қалса, соны Пайғамбарымызды бірден қабылдап алуға лайық па, сондай дайынсың ба сондай жағдайға деді. Яғни кез келгеніміз, үйімізде болсын,
жұмысымызда болсын, тіпті мысалы біреу пайғамбарымыз емес, жай бір намазхан досын Құдайыма қорқатын, беш телефонын көрейінші десе, соны үй алмай бере алатын деңгейдеміз ба? Адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға махаббат қою керек. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды соншалықты танып, соншалықты жақсы көрді, сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға олар ең қатты ерушілер болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең қатты артынан ерушілер солар болды. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды олар жақсы көрді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды таныды. Абу Бакр радиаллаху анху өзінің Меккеден Мединеге пайғамбарымызбен хижрат жасағанын айтып береді. Алла субханала тағала пайғамбарымызбен хижрат жасау шарапатын Абу Бакр радиаллаху анхуға нәсіп етті. Қуанышында шек болған жоқ. Пайғамбарымызбен серік болып хижратты, қоныс аударуды бірге жасаймын деді. Кетіп бара жатқан кезінде сапарлар ұзақ болды, қанша күн тығылып жатты, бар жасырынып жатты, одан жолды ауыстырды, тікелей барған жоқ, ұзақ сапар болды. Сол сапарда дейді, Абу Бакр радиаллаху анху айтады, кетіп бара жатқан кезімізде қатты шөлдедік дейді. Қатты шөлдедік. Ұзақтан бір үй көрдім дейді. Су аз, жолдың бәрі білесіздер қандай екен, құм, ол жерде ана жерде мына жерде су жоқ, жол ұзақ, 500 километр, оның тағы да айналуымен басқа одан да ұзақ болып кетті. Ұзақтан бір үй көрдім деді. Бардым да бедуиндер болады, ұзақта бағанағы түйесін бағып өмір сүріп жүретін. Сол адам кірдім де үйіне, су беріңдер ішетін дедім. Су тапшы, ол жақта білесіздер. Сүт бар, сүт берейік деді. Жарайды деп, қойдың сүтін жүгіріп алып келдім деді пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішті дейді. Арабшасында шариба хаттартавайту деп келеді. Шариба хаттартавайту. Шариба деген ішті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішті. Хаттартавайту, яғни мен қанғанымша ішті дейді. Менің қанғанымша ішті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шөлдеп тұрған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тамағынан сүт өтіп, тамағының жібігенін, шөлінің басылғанын көрген кезде, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішіп тұрғанын, шөлінің қанғанын көріп, өзім шөлімді ұмытып қойдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің қанғанымша ішті деді. Өзі қанғанша деп тұрған жоқ. Ананы көріп тұрып, өзінің шөлдеп тұрғанын ұмытып қойды. Яғни қандай махаббат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген. Хубайб радиаллаху анху мүшриктердің қолына түсті. Мүшриктер айтты, қарашы сен деді, осы Мұхаммед үшін, Мұхаммедтің жолы үшін қиналып жатсың. Қалайсың ба, қазір сенің орнында Мұхаммед болып, сен Мұхаммедтің орнында болсың. Ол үйінде әйел бала шағасымен бірге деді. Сонда Хубайб радиаллаху анхудың айтқаны, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол отырған жерінде аяғына бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Өзі өлейін деп жатыр, оны қинап жатыр. Сол жерде өлдірді оны. Кейін сол жерде болған, кейін исламға келген сахаба оны баяндап берді бізге. Осындай жағдай болған еді сол жерде деп. Сонда өлейін деп тұрып, бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббат. Билал радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Мединеде қала алмады, қиналды. Бұлай жүрсе пайғамбарымыз жүрген көшелер есіне түседі, бұлай жүрсе пайғамбарымыздың тұрған жері, мына жаққа, яғни барлық көшенің қуыс-қуыстары, барлық жерлері пайғамбарымызды есіне түсіріп тұрды. Сөйтіп қиналып, бар Абу Бакр радиаллаху анхуға айтты, мен жіберші деді. Жоқ, қайда барасың, барма деді. Жоқ, мен қала алмаймын деді. Егер сен мен кезінде Алла разылығы үшін азат еткен болсаң, онда мен жібер деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, онда алдында қарыздарым мен қалайын деді. Жоқ, мен сен Алла разылығы үшін азат еткен едім құлдықтан.
кете бер деді. Сөйтіп шығып кетті Мединеден. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласын, пайғамбарымыздың мешітін сағынып, пайғамбарымызды сағынып Мединеге келді, зиярат етіп. Сонда Хасан Хусейндер алдынан шықты, пайғамбарымыздың немерелері. Ей Белал, пайғамбарымызға кезінде азан айтып беретін едің ғой. Солай бір азан айтшы, пайғамбарымыздың кезін есімізге түсірейік деді. Сонда Белал радиаллаху анху азан айтып, ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах деген сөзге келген кезде пайғамбарымыз езіне түсіп ары қарай жалғастырамады. Ашхаду анна Мұхаммад Расулуллах деп тоқтап қалады. Бүкіл сахабалар, Мединедегілер көшеге шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заман естеріне түсіп, бүкіл Медине сол кезде жылады, пайғамбарымыз сағынып. Саубан радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху сахабасы, қызметшісі. Пайғамбарымыз сапардан келген кезде бір күні жылады. Саубан, не болды, неге жылап жатсың деген кезде, сен біраз күндерге сапарға шығып кетсең, мен қиналамын деді, сені сағынып. Ертең жәннатта сен басқа жоғарыда деңгейде боласың, мен басқа жақта боламын. Қазір қиналып жатырмын, ертең жәннаттағы жағдайымды есіме алған кезде қатты қиналдым деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Соны естіген кезде сахабалар қатты қуанды. Кішкентай сахабалар бар, үлкен сахабалардың деңгейіне жетпеген сахабалар бар, айтты. Мынау сондай бізге мұсылмандықта қабылдағаннан кейінгі ең қуанышты сөз бізге осы болды деді. Біз пайғамбардың, Әбу Бәкір, Омардың деңгейінде емес, біз бірақ соларды жақсы көреміз деді. Осы бізге бір үміт береді деді. Біз сол сахабалар секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл дүниеде жүзін көруге, пайғамбарымыздың жанында болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге исламның тарауына қызмет етуге бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Алла субхана ва тағала оны сол сахабаларға берді. Ал енді қияметте көру көрмеуіміз біздің күмәнді болып тұр. Енді кейде біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көруіміз бір мынандай ағаштың махаббатына тең келмейді. Ағаштың махаббатына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана сахабалар емес, ағаштарды жақсы көрген еді. Өте мәшһүр хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалар: "Я Расулаллах, сен құтпа айтып жатқан кезде, уағыз айтып жатқан кезде даусың ұзаққа естілсін, адамдар даусың жақсырақ естісін, біз саған минбар жасап берейік" деді. Яғни шығып, үстіне шығып тұрып сөйлейтін, жоғарыда тұрсаң даусың ұзаққа естіледі деді. Одан алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ағашқа сүйеніп тұрып уағызын айтатын, құрманың ағашына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы, керемет ой екен, жарайды деді. Келесі жұмаға дейін сахабалар минбар жасап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам минбарды көріп, жұма күні уағыз айтуға минбарға шыққан кезде, әлгі әрдайым пайғамбарымыз қолын қойып сүйеніп тұратын құрма сол жерде жылады. Пайғамбарымыз жанынан өтіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған сүйеніп тұратын еді деп қиналып сол ағаш жылады. Мешіттегі сахабалардың барлығы естіді, күңіреніп кетті мешіт. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде минбардан түсіп келіп әлгі ағашты бүйтіп қолын қойып жас баланың басынан сипағандай сипаған кезде, жас бала өксігін қалай басады, солай басты. Ағаш жылады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көргеннен. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат күшейген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға біз ереміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға шынайы ерсек, сол кезде Алла субхана ва тағала бізден разы болады. Құранда Алла субхана ва тағала пайғамбарға ерушілерді үш топқа бөлді. Үш топ бар жалпы. Құранда Алла субхана ва тағала айтады:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Aldan ötken muhacirler, ansarlar dedi. Muhacirler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birge Mekke'de Medine'ye hicret жасаған ең бірінші әуелгі мұсылмандар. Кейін соларға көмектескен, соларды өздеріне бауыр тұтқан, солармен бүкіл жағдайын, дүниесін бөліскен ансарлар бар. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Және ізгілікте соларға ергендер деді. Радиаллаху анхум ва раду анху. Алла соларға разы болды. Алла соларға разы болды, олар Алладан разы болды деді. Біз muhacirlerden бола аламыз ба? Бола алмаймыз muhacirlerden. Болды, кетті. Ансарлардан бола аламыз ба? Ансарлардан бола алмаймыз. Бірақ үшінші жол бар. Бұл қияметке дейін жалғасатын жол. Ол соларға еру. Құлшылықта, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббатта, барлық нәрседе соларға еру. Солардың артынан еру қияметке дейін. Осы үшінші жол бар. Осы жолда болатын болсақ, иншалла, біз, бірінші Алланы танып, Аллаға құлшылығымыз жақсы жасайтын болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды танып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға махаббат қойып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан еретін болсақ, және қабірдегі үшінші сұрақ бұл дінімізден бекем ұстайтын болсақ, әрбір мәселеге шариғатты таразы етсек, әрбір іс-әрекетімізге дұрыс емес, барлық іс-әрекетімізге шариғатты таразы етсек, әрбір мәселеге ахирет дүрбісімен қарайтын болсақ, бұның ахиреттегі соңы қалай болады деп. Яғни адам бұл дүниеде жүрген кезде оның екі көзі қияметті көріп тұру керек. Әрбір істі қиямет таразысымен таразылау керек. Осылай, иншалла, жүретін болсақ, осылай амал ететін болсақ, иншалла, біз ертең қабірге барған кезде, иншалла, ол сұрақтарға жауабымыз жеңіл болады. Ертең Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның, иншалла, қолынан су ішеміз сол кезде. Сол кезде, иншалла, біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бірге боламыз. Әл-мар'у ма'a ман ахаб. Адам кімді жақсы көрсе, сонымен бірге болады деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көріп, дүниеден өтетін болсақ, Пайғамбарымызға еріп, жақсы көрудің белгісі еру. Жақсы көрудің белгісі ол еру. Ермей әшейін жақсы көрем деген сөз, бұл бос сөз. Бұл бос сөз. Жай ғана мысал. Армияда үлкен генерал келді. Сіз қызмет етіп жатсыз әскерде. Келген кезде барлығы құрметін жасап, чест беріп, былайша айтқанда, тік тұру керек. Кейін әскерде вольно тұру деген бар, қисайып демалып тұру. Барлығы тік тұр. Сіз қисайып тұрсыз. Сізге тік тұр, чест бер деп бұйрық болды, сіз еркін тұрсыз, қисайып. Жаныңызға келіп, айтқан істемейсің ба десе, құрметті генерал, білесіз ба, мен сіздің айтқаныңызды істемегенмен жүрегімде сізге деген махаббатым қандай, мен сізді қандай жақсы көрем десе, не дейді оған? Онда жарайды, сен шынымен де жақсы көреді екенсің дейді ме? Оны барып, картошка тазалауға жібереді. Дұрыс па? Наказаниясы бар, өзінің жазалауы бар. Яғни адам жақсы көрем деген екен, жақсы көрудің белгісі ол. Сол жақсы көрген адамына бағыну. Алла субхана ва тағаланы жақсы көреміз дедік па, Аллаға бағынуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көреміз дедік па, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артынан еруіміз керек. Және иншалла осы дінімізді дұрыстап үйренетін болсақ, ақидамызды дұрыстап үйренетін болсақ, амалымызды дұрыстап үйренетін болсақ, ақида бар, бұл сенім. Сенімің дұрыс болу керек. Одан кейін амалың дұрыс болу керек. Осы екеуі дұрысталатын болса, иншалла, Алла субхана ва тағала бізді тура жолға бастайтын имамдардан етеді. Құранда Алла субхана ва тағала وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Біз оларды
тура жолға бастайтын имамдар еттік деді. Тура жолға бастайтын имамдар еттік. Қашан? Ләмма сабару ва кану биаятина юқинун. Сабырлық танытып, және біздің аяттарымызға нық сенген кезде деді. Уламаларымыз осы аяттың тәфсіріне келген кезде, адам бұл дүниеде бақытты болу үшін екі нәрсе керек деді. Нық сенім және сабыр деді. Себебі адамды бұзатын нәрселер екі түрлі болады, үшіншісі жоқ. Біріншісі шубухат деді. Шубхалар, күмәнді ойлар, күмәнді пікірлер, яғни адамның миын, адамның сенімін бұзатын нәрселер. Теріс ақидалар, теріс пікірлер, теріс идеологиялар, теріс ұстанымдар. Бұның барлығы адамның ақидасын, сенімін бұзады. Оған төтеп беру үшін сен иманың яқин сенім болу керек. Яқин сенім болу керек. Сол үшін де ғұламаларымыз сенімнің шарттарын айтқан кезде ла иляха иллаллахның әл-яқинул мунафи лиш-шак деді. Адамның сенімі сондай болу керек, кез келген күмәнға, кез келген неге төтеп бере алатын болу керек. Яғни дәлелдермен қуатталған. Саған мына нәрсені айтқан кезде жоқ, ол олай емес. Оның дәлелі былай. Былай айтқан кезде жоқ, олай емес. Оның жауабы былай. Бізде өкінішке орай сеніміміз бір нәрсе айтып қалса, солай ме, қалай бұның жауабы қалай болады деп күмәнға түсіп қаламыз бірден. Күмәнға түсіп қаламыз. Болмаш нәрсемен күмәнға түсіп қаламыз. Яғни адам сенімін мықтауы керек. Сенімі сондай мықты болу керек. Күмән желі соққан кезде ол шайқалмайтын, теңселмейтін иман болу керек. Себебі адамды бірінші бұзатын нәрсе бұл теріс пікірлер, теріс идеологиялар. Оған төтеп беретін яқин сенім. Яқин деген нық, ешқандай бір теңселуді қабылдамайтын сенім. Бірінші адамды бұзатын нәрселер шубухат, екінші бұзатын нәрселер шахауат деді. Шахауат, яғни шахуат. Адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Мысалы, харам жолмен келген, жеңіл жолмен келген мансап болсын, жеңіл жолмен келген харам дүние болсын, зина болсын, тағы да басқа да харам адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Бұл да адамды бұзады. Адамды бұзады. Оған төтеп беру үшін Алла субханала тағала айтады, ләмма сабару. Сабырлық танытқан кезде деді. Күмәнға төтеп беретін бұл нық сенім, шахуаттарға төтеп беретін бұл сенің мықты иманың, сол иманның нәтижесінде пайда болған сендегі мықты сабыр. Мықты сабыр. Неге? Себебі сен барлығын қысқа дүние екенін білесің. Қысқа дүние екенін білесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгенде, «Ад-дүния сижнул муъмин ва джаннатул кафир». Кәпірдің жаннаты мұсылманның түрмесі екенін білесің. Дәрігер 3 күн су ішпе, 3 күн мына тамақты жеме. Сен қазір ауырып тұрсың, мына дәріні іш, әші дәрі. Жазылып кетесің, одан кейін ана тамағыңды жей бер, мынаны да жей бер деді. Бірақ қазір сол 3 күннің ішінде мына тамақтарды жеп қоятын болсаң, онда сен ауырып тұрсың, асқазаның, денсаулығың мүлдем құрайды, сен өмір бойы бұл жақсы көрген тамақтарыңды жемей кетесің деді. Ақылды адам 3 күн шыдайды. Әші дәрісін ішеді, шыдайды. Неге? Себебі ол 3 күннен кейін жазылған кезде кейін қалаған тамағын жеп жүреді. Ақымақ адам жоқ, мен қазір жеп қалуым керек, қазір ішіп қалуым керек дейді да, сол жерде денсаулығын құртады да, кейін өмір бойы сол тамақтардан айырылады. Бұл дүние, бұл уақыт барлығы Құранда Алла субханала тағала айтқандай, Құран қияметте айтылады деді. Кәм лабистум фил арди адада синин. Жер бетінде қанша уақыт болдыңдар деген кезде жауаптары тозақта жанып жатқандардың лабисна яуман ау ба'да яум. Лабисна яуман ау ба'да яум. Бір күн немесе бір жарты күндей болдық деді. Бір күн немесе бір жарты күндей болдық деді. 60 жылың, 80 жылың барлығы бір болмашы уақыт секілді. Сол уақытта шахуаттарға төтеп беруіміз керек. Сол уақытта шахуаттарға төтеп беруіміз керек. Аз ғана күндерді сабырлықпен, құлшылықпен толтырып өтетін болсақ, иншалла ертең мәңгілік бақытта боламыз.
Құранда Алла субханала тағала олардың жауабын айтып жатыр. Бір күн немесе бір жарты күндей болдық деді. Олар айтады одан кейін: "Я Рабб, Раббирджиун, ей Раббым, мені қайтаршы" деді. Сол ертең бұл дүниеде сәл алдамшы дүниеге алданып тозақы болғандар, ертең Раббирджиун, ей Раббым, мені қайтаршы, ләалли а'малу салиха, бір амал істермін деді. Мені бір сағатқа қайтаршы деді. Бір сағатқа қайтаршы деді. Яғни қазір қабірде азабын көріп қиналып жатқан адамдар біздің кетіріп жатқан, зая кетіріп жатқан күндеріміздің бір сағатынан аңсайды. Біз зая кетіріп жатырмыз қанша уақытымызды. Мысалы біздің 60 жыл уақытымыздың 20 жылы ұйқыға кетті. Көп қабатты үйде тұратын болсаң, әлгі іздестірулер жүргізген ғаламалар айтады, бір 3 жыл уақытың 60 жылдан лифт күтуге кетеді екен дейді. Аяқ киімінің бауы болатын болса, 60 жылдың 3 айы тек қана таңертең киіп кешке шетіп тұрсаң, 3 айы бауын байлауға кетеді екен дейді. Оның пробкасы бар тағы. Қанша уақыттар кетіп жатыр. Аз ғана уақыт қалды. Біз зая кетіріп жатқан уақыттардың бір 100-ден 1-ін әлгі пайдаланбағандар қазір аңсап жатыр. Біз сол уақыттарды тегін былай шашып жатырық. Не дейміз? Ертең дейміз. Ертең бастаймын. Иншалла ертең Құран оқуды бастаймын. Ертең ананы бастаймын, ертең мынаны бастаймын. Қанша ертең деген күндеріміз артта қалды. Қанша айттық, мысалы оразда Құран оқып бастадық, бұдан кейін енді күнде бір парадан оқып тұрамын, күнде үйтіп тұрамын. Бірақ қанша ертең бастаймын деген күндеріміздің қаншасы неде кетті? Артта қалды. Енді алдында қаншасы қалды? Яғни ертең деген мысалы күнің немесе бағанағы ертең өлім сағаты келеді. Ал өлім сағаты сол бүгінгі күнің шығар, қайдан білеміз? Таңертең адам үйінен шығып бара жатқан кезде мысалы түймемізді тақтық, шалбарымызды киді, кременімізді тақтық. Бірақ ешкім үйінен шығып бара жатып, мен кешке өзім кремін, түймелерімді өзім шешем деп айта алмайды. Бәлкім сен біреулердің желкесінде керетін шығарсың. Соңғы рет үйіңнен өзің аяғыңмен шығып кеткен болуы мүмкін. Кешке біреулердің желкесінде кірдің, сенің киіміңді, денеңді жуатын адам шешті. Ешкім өзіне кепілдік бере алмайды. Сол үшін де иншалла осы уақыттарды дұрыс пайдаланып, иншалла Раббымызды тануға, Алланы зікір етуге, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға деген махаббатымызды күшейтуге, дінімізді үйренуге, ақидамызды нығайтуға тырысатын болсақ, иншалла ертең Алла субханала тағаланың алдына барған кезде сол тозақтан ұзақтатылып, жәннатқа кіргізіліп, шынайы жетістікке, шынайы бақытқа қол жеткізгендерден боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге солардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға.